Сәлем достар, бізде бүгін Рафаэлло торты. Бисквитті бастардан ең алдымен біз духовкамызды қосып қоюымыз керек. Онан кейін формамызды дайындауымыз керек. Менде осындай кольцо деп аталады. Осының астын жақсылап фолькамен ораймын. Биіктігі 8 см, диаметрін 22 см деп алдым. Ішіне де пергамент қағазын саламыз. Жанына да пергамент қағазын салуымыз керек. Биіктігі 10 см, ал ұзындығын формаңыздың ішіне сиятындай етіп қиып аласыздар. Енді бисквитті бастаймыз. Жұмыртқаға пышақтың ұшындай тұз салып, ортаншы жылдамдықта миксерлейміз. Және ақырындап қантымызды саламыз. Қантты толық салып болғаннан кейін жылдамдықты жоғарылатып, тура 5 минут миксерлейміз. Аппақ болып 3-4 есеге көтерілгенше. Міне осылай аппақ болып көтерілу керек, сонда қопсытқышты да, соданы да қажет етпейді. Енді осыған ұн мен крахмалды ситудан өткізіп саламыз. Сонан кейін лопатаның көмегімен жақсылап араластырамыз. Лопатамен жақсылап, қорықпай араластыра беріңіздер. Көбіне ұнымыз ортасына жиналып қала береді. Сол үшін ортасынан жоғарыға көтеріп араластырасыздар. Видеодағыдай. Осылай біркелкі қылып араластырып болғаннан кейін формамызға құямыз. Ол үшін алдымен осы тестамызбен жанындағы қағазын желімдеп алуымыз керек. Желімдемесе қағазымыз жылжып кетеді. Қызып тұрған пеште 170 градуста 55 минут есігін ашпай пісіресіздер. Пісіріп жатқанда осылай 10 сантиметрге дейін көтеріледі. Одан кейін 2 сантиметрге түседі. Міне осы видеодағыдай піскен кезде уже түсті, биіктігі. Енді осыны ыстық кезінде формадан шығарып, қағаздарын алып, пищевая пленкаға орап, тоңазытқышқа сразу саламыз. Тоңазытқышта кемі 8 сағат тұруы қажет. Бисквитті пісіріп болғаннан кейін Рафаэлло начинкасын дайындаймыз. Өйткені бұл да 8 сағат тоңазытқышта тұру керек. Шоколад пен майды микротолқында немесе ыстық будың үстінде ерітеміз. Ерітіп болғаннан кейін сгущенкамыз бен кокосымызды салып, жақсылап араластырамыз. Толық жақсылап араластырып болғаннан кейін бетін пищевая пленкамен жауып, тоңазытқышқа 8 сағатқа немесе бір түнге қалдырамыз. Бисквиттің биіктігі менде 8 см болып шықты. Бисквитті тоңазытқыштан алып, бетін осылай кесіп алып тастаймыз. Онан кейін тура 3 бөлікке бөлеміз. Ең алдымен творожный сырға қант ұнтағын салып,
кішкене миксерлеп жібердім 1 минуттай. Онан кейін үстіне сливкиді құйып, қою болғанша миксерледім. Немесе үшеуінде сразу салып, қою болғанша миксерлесеңіздер де болады. Креміміз дайын болды. Осылай қою болу қажет. Бисквитімізде, кремімізде және Рафаэлло начинкамызда дайын болды. Енді тортымызды жинасақ болады. Осылай тортты жинап болғаннан кейін бетін пленкамен жауып тоңазытқышқа 8 сағатқа немесе 1 түнге қалдыруларыңыз қажет. Ол міндетті түрде. Қалған кремді де бір ыдысқа салып, бетін жауып тоңазытқышқа салып қойыңыздар. Кейін сыртына жаққанға керек болады. Біздің балдардың тәтті жегісі келіп кеткендіктен тоңазытқышқа салмадым. Сразу формадан шешіп, пленкасынан алып, сыртына крем-чизді жағып шықтым. Онан кейін кокосты айналдыра сеуіп шығамыз. Өз қалғандарыңызша ары қарай әсемдейсіздер. Негізі торттың тоңазытқышта тұрғаны дұрыс. Өйткені тоңазытқышта тұрғаннан кейін кремдері сіңіп, дәмі ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең сүйікті торттарыңыздың бірі болатынына сенімдімін.